Бәріне сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Соғым науқаны басталды. Бүгін дәл осындай қазы айналдыратын боламыз. Алдын ала тұз, бұрыш, чеснок араластырып, етіміз бен майымызды дайындап қоямыз. Шегімізді дәл осылай қайырып, бас бармағымызбен баса отырып, майы мен етін араластырып саламыз. Қазы жақсы көретін болсаңыз, лайк басып, подписация батырмасын басып қойыңыз. Негізінде қазы айналдыру өте оңай. Міне дәл осылай қазымыздың тығыздығын тексеретін боламыз. Қазымыздың екі шетін жіппен байлап, түйіндеп қоямыз. Міне біздің қазымыз дайын. Ет асқан кезде қазының иісі бұрқырап шығатын болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.